Сәлеметсіздер ме? Өз арнамда сізді көргеніме қуаныштымын. Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бауыр ең үлкен ас қорыту безі, күрделі орган. Ол организмдегі зат алмасу процесіне қатысады, әрі онда ас қорыту сөлдерінің бірі өт түзіледі. Оның ересек адамдардағы орташа салмағы 1,5-2 килограмм. Іш қуысының оң жақ жоғарғы бөлігінде орналасқан. Бауыр қорғаныш қызметінде атқарады, яғни тамақ құрамында болып, ішекте сіңірілген зиянды заттар мен белок алмасу нәтижесінде түзілетін қанның құрамындағы улы өнімдер бауырда залалсыздандырылады. Бір сөзбен айтқанда, ағзамыздың фильтрі десек те болады. Бауырдың лимфа түзудегі, қан ұюын реттеудегі және қанның тұрақты құрамын сақтаудағы маңызы өте зор. Бауырда қанмен келген амин қышқылдарынан белоктар, глюкоза, фруктоза, глицерин, май қышқылы түзіледі. Сондай-ақ қандағы көмірсулар бауырда гликогенге айналады. Бауырдағы зат алмасу процестері әртүрлі ферменттердің қатысуымен жүреді. Оны жүйке жүйесі мен түрлі гормондар реттеп отырады. Ағзадағы бөгде заттарды залалсыздандырып қана қоймай, артық гормондарды жою, энергия қорлары мен дәрумендерді сақтау, сондай-ақ гемопоэзге қатысу сияқты функцияларды атқарады. Сондықтан бауыр проблемалары бүкіл организмге қатысты. Бауыр ауруларының ерекшелігі органда ауырсыну рецепторларының жоқтығында. Ауру айқын ауырсыну синдромынсыз жүреді. Адам бауырдың мөлшері едәуір ұлғайған кезде және органның созылуына себеп болған кезде ғана ауырсынуды сезінеді. Сондықтан кез келген мазасыздық белгілерінің көрінісіне өте сақтықпен назар аудару керек. Бір жағынан, бауыр ауруының көптеген белгілері бар. Мысалы, адамның тез шаршауы, жүрек айну, құсу, бас ауруы болуы мүмкін. Бірақ дәл осындай белгілер басқа да ауруларға тән. Сондықтан дәл бауыр ауруының белгісі нақты қайсы деген сұрақ туындайды әрбір адамда. Бұл сұраққа қысқаша жауап беруге тырысайық. Біріншіден, егер бауырдың қызметі бұзылса, денеде зиянды заттар, токсиндер жиналады. Осыған байланысты жалпы әлсіздік пайда болады. Адам аз күш жұмсайды, бірақ тез шаршайды. Тәбеті төмендейді. Бұл бауыр ауруының алғашқы белгілері. Екінші, кейін басқа белгілер біртіндеп пайда болады. Яғни сыртқы белгілер, көзге көрінетін белгілер, шыштық қабаттардың сарғаюы. Ең алдымен көз склерасының сарғаюын байқаймыз. Және өт ағымының бұзылуына байланысты тері сарғаяды. Алақан мен аяқтың терісі қызарып, қыши бастайды. Ыстық душ қабылдағаннан кейін ұйықтар алдында көп кездеседі. Уақыт өте келе қышу таралуы мүмкін. Теріде сызаттар пайда болады. Дененің жоғарғы бөлігінде, терісінде тамырлы жұлдызшаларды байқауға болады. Кейде пигменттік дақтар, көгерулер, алақаннан симметриялы түрде қызаруы да пайда болады. Үшіншіден, оң жақ қабырға астында ауырсыну сезіледі. Бауыр үлкейеді. 90% жағдай адамдарда шаштың түсуі байқалады. Терінің құрғауы, бозару да бауыр ауруының белгілері болып табылады. Табанда жарықтың болуы. Өт дұрыс өндірілмесе, қажет минералдар жеткіліксіз болады, соның себебінен дене құрғақ болады. Бауыр аурулары өте көп. Вирусты гепатит А, Б, С, Д және Е. Ең жеңілі А вирусты гепатит, сары ауру деп аталады. Б, С, Д, Е вирусты гепатиттер бауырдың жеткіліксіздігіне, бауыр циррозына әкелу ықтималдылығы жоғары. Алкогольді гепатит, алкогольді шамадан тыс және тұрақты тұтыну бауырдың сау тіндерінің жұмысын тоқтатады. Токсикалық гепатит, токсикалық агенттер, дәрілік заттар, тұрмыстық химиялық заттар, пестицидтар мен кәсіби зиянды заттармен шақырылатын бауырдың ауруы, майлы гепатоз және тағы басқа. Бауырды шөппен тазалау. Бауырды тазалауда емдік шөптерді пайдалануға болады. Нақты ақпарат үшін өз дәрігеріңізбен кеңескеніңіз абзал. Ем барысын бақылап отырса өте жақсы.
Қандай шөптерді пайдаланамыз? Салаубас, жусан, жалбыз, итмұрын, қалақай, жолжелкен, сүйілшөп, цикорий. Өт қуатын қасиеті бар шөптер. Тұнба жасап қолдансаңыздар болады. Ыдысқа кептірілген шөпті сақтап турап, ыстық су құйып, бір түнге қойып қоясыздар. Таңертең және жатардың алдында бір стаканнан ішу қажет. Қажетсіз заттар зәрмен шығады. Егер де тұнба, яғни шай ащы болса, бал қоссаңыз болады. Өтіңіз толған болса, күніне бір шай қасық зәйтүн майын ішсеңіз, өт көп бөлініп, май ыдырап, ішек жұмысы жақсарады. Өтіңіз толған болса, чуба жасасаңыз болады. Үй жағдайында боржомиді ұйықтар алдын газын шығарып қоясыз. Таңғы 5-те тұрып, магний сульфатын бір кесе суға езесіз. Соны ішіп алып, артынан 1 литр боржоми ішіп, грелканы бауырдың тұсына қойып ұйықтайсыз. Тек сол күні үйде болғаныңыз абзал. Өті толған адамдарға көбіне газдалған суға 1 қасық бал салып, күнде таңертең ішу ұсынылады. Бауыр ауруларының алдын алу үшін қуырылған, майлы, ысталған тағамдарды алып тастау керек. Мәзірде қайнатылған және бұқтырылған тағамдар басым болуы керек. Сондай-ақ мүмкіндігінше көкөністер мен жемістерді қамту керек. Күзде диетада алма мен асқабақ болсын. Салауатты өмір салтын ұстансаңыз, зиянды әдеттерден аулақ болсаңыз, дұрыс тамақтансаңыз, бауыр ауруларынан алшақ боласыз. Қолыңызды өте жиі жуыңыз. Салмағыңызды күн сайын бағалап отырыңыз. Әр күнгі ішкен тамағыңызға аса көңіл бөліңіз. Міндетті түрде спортпен шұғылданыңыз. Улы зат бөлетін жерден аулақ жүріңіз. Дәрінің нұсқаулығымен танысыңыз. Сіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлнұр. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий қалдырып, жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.